Сәлем достар, бүгін сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын сметанник пирогының ерекше рецебін ұсынатын боламын. Бұл пирогтың дайындалу жолы оп-оңай, тез жасалады. Сол үшін алдын ала пешіңізді дайындап қыздырып қоя беруіңізге болады. Алдымен қантымызға жұмыртқаны салып, одан кейін бөлме температурасында жібіп тұрған майымызды салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Оған дейін достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Миксермен жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне ұн мен қопсытқышымызды салып, оны осылай қасықпен немесе қалақшамен араластырамыз. Жақсылап араластырып, жұмсақ осындай тесто дайындаймыз. Ешқандай тестаны холодильникке салудың қажеті жоқ, бірден дайындай береміз. Формамызға жайып алып, одан кейін кремін дайындауға кірісеміз. Ал кремін дайындау үшін бізге қаймақ, жұмыртқа, қант, крахмал қажет болады. Барлығын салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Одан кейін міндетті түрде бұл жерде крахмал, кукурузный крахмал қосуымыз қажет. Одан кейін үстіне жеміс жидектеріңізді қойсаңыздар болады. Мен сияқты смородина немесе вишня, басқа да жидектерді қоюға болады. Өте дәмді әрі түрі де әдемі, ерекше болып шығады. Және де бұл жерде де міндетті түрде смородинаны мен крахмалға аунатып саламын. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. 180 градуста 40 минутта, 35 минутта пісіп шығады. Пешіңізге байланысты өте дәмді, көріп тұрғаныңыздай жұмсақ болып шығады. Мына жерде мен бірден кесіп жатырмын. Пештен шыққаннан кейін негізі кішкене суытып кесуіміз қажет. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.